Қазақтың жазира Дархан даласы ғасырлық ғибрат пен өркениеттің көшін жалғап келеді. Облысымыздағы байтақ өлкенің бірі Шыңғырлау жері. Аттылы адам жортса, көк шалғыннан көрінбес тұмсат табиғатымен ерекшеленетін Шыңғырлау жері тарихқа бай. Бұл жердің адамдары да қарапайым. 9 жолдың торабында жатқан аудан халқы қандай қиындықты бастан кешсе де тоқырауға ұшыраған емес. Шыңғырлау ауданындағы инфрақұрылымның дамуы өңірдің әлеуметтік экономикалық жағдайын жақсартудағы маңызды бағыттардың бірі. Өйткені экономиканың күре тамыры саналынатын темір жолдың игілігін бұл аудан бұрыннан көріп келе жатыр. Ұзындығы 343,9 шақырымды құрайтын автомобиль жолдарының үстінен күні-түні жүйткіп өтетін көліктер саны қаншама. Оның 29 шақырымы республикалық, ал 39 шақырымы облыстық маңызы бар жол болса, олар 100% асфальтталған тақтайдай тегіс жолдар. Аудандағы 275,9 шақырым жолдың 38,16 шақырымы асфальтталса, қалған 49,18 шақырымдық жолдың 5 жобалық сметалық құжаттамалары дайын. Тек биылдың өзінде Шыңғырлау Ақшат Сегізсай бағытындағы жолдарға жөндеу жұмыстары жасалып, ауылдардың кірме жолдарына 333,18 миллион қаржы бөлініп, орташа жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Соның ішінде Шыңғырлау Ақшат Сегізсай бағытындағы аудандық маңызы бар жол құрылысына баса назар аударылды. Құрылыс жұмыстарының бас мердігері Армстрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Алакөлеңкеден Қаракешке дейін жұмысқа жұмылған мамандар жолды тез төсеуге күш салуда. Жол құрылысы жұмыстарына 25 адам тартылып, 26 бірлік техника жұмылдырылған. Сапалы жол аудан тұрғындарының күнделікті қатынасын жеңілдетіп қана қоймай, өңірдің экономикалық әлеуетін көтеруге де септігін тигізеді. Жұмыс сәуір айында басталды. Алғашқы кезеңде 10 шақырымдық жол жөнделді. Қазір екінші учаскеде құрылыс жұмыстары қарқынды жүргізілуде. Барлық жұмыстарды белгіленген мерзімге дейін аяқтауды жоспарлап отырмыз. Техника жеткілікті. Сапалы жол инфрақұрылымды дамытуға және халықтың тұрмысын жақсартуға бағытталған маңызды қадам. Шыңғырлау ауданында өңірлерді дамыту бағдарламасы бойынша Сегізсай ауылына су құбырының құрылысы жүргізіліп, 5 елді мекенге кешенді блок модульдері орнатылды. Қазір аудан халқы 100% таза ауыз суды пайдаланып отыр. Электр энергиясы елді мекендердің қалыпты тіршілігін қамтамасыз ететін маңызды инфрақұрылымдық ресурс екені сөзсіз. Жарық пен жылудың іркіліссіз берілуі адамдардың сапалы өмір сүруіне, әлеуметтік нысандардың үздіксіз жұмыс істеуіне тікелей әсер етеді. Аудандағы электр желілерінің 90% тозған. Оны қалпына келтіру үшін бюджеттен 433 миллион қаржы бөлініп, 30 шақырымға жоқ 0,14 киловаттық әуе желілері мен 906 тірек бағаналары, 3 трансформатор орнатылған. Жасалған жұмыстардың нәтижесінде пайыздық көрсеткіш 72%-ға түседі деген болжам бар. Ауыл алтын бесік деп текке айтпаймыз. Ежелден малды жанның азығы дейтін халқымыз үшін мал басының көбейгені үлкен қуаныш. Аудандағы 497 шаруа қожалығы мен 12 жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің және ірілендірілген 33 өндірістік кооперативтің ұстанған мақсаты да мал басын өз төлі есебінен көбейту. Қазір ауданда 60 мыңнан астам ірі қара, 50 мыңнан астам ұсақ мал, 12,400-дей жылқы малы бар. Қазақтың ата кәсібін дамытып, төрт түліктен несібесін арттыруға тырысқан шаруалардың қатары жыл санап көбейіп келеді. Ауданда 39 шаруа қожалығы асыл тұқымды мал өсіріп, шама шарқынша тиімді әдістерге ұмтылуда. Мал басын сақтаудың тиімді жолы бұл мал дәрігерлік қызметті жолға қою десек, тек биыл 3 ауылға ветеринарлық пункттер салынып, 5 жаңа автокөлік алынды. Қарағаш ауылдық округіне қарайтын 3 елді мекенде 497 түтін бар. Осы округке қарасты Ақсуат ауылын 181 тұрғын мекен етеді. Кіндіктері туған жерге байланған ауыл тұрғындары барға қанағат етіп тірлік кешуде. Ауылда 9 жылдық мектеп жұмыс істеп тұр. Топырағы құнарлы, шөбі шүйгін жер ауыл шаруашылығына қолайлы. Ата-бабасының ақ таяғын ұстап қалып, төрт түліктен ырыздығын еселеп отырған Бегім шаруа қожалығы мекендегі тұрғындарды да жұмыспен қамтамасыз етуде. 2021 жылы құрылған шаруа қожалығында асыл тұқымды 300 ірі қара бар. Бұл түліктің аталықтары Астана қаласынан, аналықтары облыс орталығынан әкелінген. Бүгінде шаруашылық жетекшісі Өмірбек Алмағамбетов ауыл тұрғындарынан 2 бақташы, 3 механизатор және аспаздарды жұмыспен қамтып отыр. Бегім шаруа қожалығының иелігінде 2100 гектар жер бар. Қожалық жетекшісі Өмірбек Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінің түлегі. 2013 жылы ер туған жеріне деп жоғарғы оқу орнын бітіре сала атамекенге келіп,
төрт түліктен табысын еселеуге тырысқан азамат отбасын құрып, ата-бабасы қазығын қаққан жерде шаруасын дөңгелетіп қана қоймай, ауылдастарының әл-ауқатының артуына да үлес қосуда. Туған жердің саф-таза ауасын жұтып, адал еңбекпен мал тапқанымыздың өзі бақыт дейді шаруашылық жетекшісі. Біздер деген 2017-тен бастап осы мал шаруашылығымен айналысып келе жатырмыз. Оған дейін қалада өстік, негізі өзім қаланың баласымын. Бірақ әкем, жаңа атам осы жердің тұрғылықты тұрғындары болғандықтан осы ауылға бел будық осы мал шаруашылығымен айналысуға. 2017-ден бастап келдік. Енді қазір ешқандай өкінбейміз. Біз 8 жылдай болды осында тұрып жатқанымызға. Мал саны Ақбас малмен айналысамыз, өзіміз Ақбас баласының мүшесіміз. Және де селекциямен айналысқандықтан осы бұқаларды жан-жақтан әкеліп жатыр, Астанадан, Павлодардан. Бұл Ақбастың ерекшелігі бұл осы кез келген ауа райына төзімді және де тез акклиматизациядан өтеді. Енді бұл жердің табиғаты өте тамаша. Сарқырама деген бұлағымыз бар, орманымыз бар, шөл жерлер, шағылдарымыз бар. Қыста да, жазда да жайылымға өте ыңғайлы. Мал шөппен толықтай қамтамасыз етілді. Бүгін соңғы судан шөптерін ектік, соларды тасып жатыр. Сенокос тоқтады. Трактористарымыз барлығы басқа жерден келіп жұмыс істейтін болғандықтан барлығын келісімшарт аяқталып жатыр қазіргі кезде. Вакциналарын егу болып жатыр. Қарасаннан, Сибиркадан, және де мұны Қотырдан әртүрлі вакциналар егіп жатыр. МКР сол малшыларды кезектесіп жұмыс істейді 15-15 күннен. Солар бүгін перевақтық болып, сол мал санағы өтіп жатыр. Мал баққанға бітеді. Зеңгі баба түлігінің асыл тұқымын баптауға да күтім керек. Оларға құнарлы мал азығын бергеннен бөлек, уақытында екпелерін салу маңызды. Шаруашылық жетекшісінің айтуынша, Қарасан, Қотыр, Сібір жарасы секілді малға індет әкелетін аурулардың алу үшін екпе салу жұмыстары жоспарлы түрде жүргізіледі. Бозжусаны аңқыған даланың төсін 4 түлікке толтырсақ деген қожалық иелерінің мақсатына табиғат анада қарайласып тұр. Күнертең қылышын сүйретіп келер қысқа сақадай сай болу үшін жаздың күнін мейлінше сарқа пайдаланған шыңғырлаулықтар қысқа мал азығын қамтуға барынша көңіл бөлуде. Қысқа біздер қазіргі таңда 4000 рулон шөп дайындаймыз. Соның 2000-ы суданкы шөбі. Биыл сол суданкы шөбін ектік. Келесі жылда оны ұлғайтқымыз келіп отыр. Тамаша жатыр нәтижесі. Сол 4000 рулон қазіргі таңда кіріп тұр аулаға. Мал бордақылау қазіргі таңда тиімді шаруа, бірақ өздерің байқап отырғандай жанармай да, жем шөбі де, және де мұны жұмысшылардың жалақысы да жылдан жылға көтеріліп келе жатыр. Соған дайын болу керек. Ең бірінші көбінің ескермейтін қателігі мал шаруашылығында ешқандай демалыс жоқ. 365 күн күндіз-түні осы жұмыстың басында болады. Сол себепті қазір таңда біздер жанұямызбен айналысып жатыр осы жерде. Інім бар, өзім бар, сол және де әкем бар, барлығы осы жерде жүріп. Осы айналасында кезектесіп алмай кезек сол қалаға барып келіп жұмыс істеп жатқан түріміз бар. Мал сатуда ешқандай проблема жоқ. Ең біріншіден аналығымыз жақсы элиталы болғандықтан және бұқанында бірінші санатта бұқаларды қосып жатыр, жан-жақтан селекцияға мән бергендіктен аналықтарды біріншіден құжатпен Ақбас палата мүшесі болғандықтан басқа қожалықтар аналықты алып кетеді. Судан шөбін ектік дедік қой. Соны бордақылауға арнайы береміз. Құралдармен уатып, күніне 3 мезгіл береміз. Енді бұл Ақбас малының бір жақсылығы бұл деген қысы жазы ол қорада болмайды, сыртта аулада жатады. Және де предвес дейді ғой, весті өте жақсы алады. Мал санын 1000-ға жеткізіміз келеді. Оған енді жеріміз соған мүмкіншілік берсе, сол себептен қазіргі таңда тынбай еңбек етіп жатырмыз. Жеріміздің жартысын сол шөп егумен айналысу керек болып жатқан жағдайымыз бар. Және де мұны жайылым жерлерін жылдан жылға ауыстырып отырамыз. 4 жылда асты. 2021-ден бастап осында келдім. Қожалық, Науқан, суданкы, биыл суданкы екті. Суданкыны орып, жайлап тасып атып, Алла бұйырса бітеді, енді ода. Жақсы, өзім туған жерім, мына Қарғалы, Қарағат өзім туып өткен жерім осы. Өзім осы яқтың жігітімін. Қазір қалада тұрғанмын. Бір орында жасаған жақсы ғой енді. Анжер-мегеріміз секіргенше таптың яқта тұр. Орнымыз таза, жақсы тұр. Проблема жоқ. Условиясы жақсы. Ақсуат ауылындағы Ақсуат шаруа қожалығының жетекшілері 1000 басқа арналған мал бордақылау алаңын салуды қолға алды.
Қамба көлемі 800 шаршы метрді құрайды. Қамба құрылысына 300 миллион теңге қаржы қарастырылған. Мал бордақылау алаңы шаруа қожалығы Ақсуатқа тиесілі 2025 жылдан бері алып жатыр. Осы жерлерін 5 гектар жер алып, осы жерден сол мың басқа арналған мал бордақылау алаңы осы Ақсуат шаруа қожалығы Алмағамбет Ерік ағамыздікі. Қазіргі кезде 8 аула бар осында. 8 аулада 120-150 бастан мал ұстайды. Әрқайсысы закуп басталды. Қазіргі кезде бұқалар бір бөлігі жемдей тұр уже бастап, қалған бөлік бағып жатыр. Бұл тікелей делдалсыз жұмыс істеу. Бұл ауылға да барлық жерге қолайлы, айналада елді мекендер бәрі осында келіп мал бордақылауын тапсырып жатыр. Жаңа өлшем весыйдан өткізеді, ақшасын қолма-қол алады. Арнайы бағасы қойылған. Қазіргі таңда килограмм 1800-ден алып жатыр. Құрылысқа қазіргі таңда 12 адам жұмыс істейді. Жаңа өздерін көріп отырғандай осы ауласын ішіндегі жаңа автопоездардың бәрін әкеліп қойды. Қытай елінен алып келді, оны және де мұны жем сақтау үшін осы қамба құран салды. Осы құрылыс материалдары негізінен осы Қазақстанда өндірілген құрылыс материалдары өзімізден аграннан осы профилис темірлерін алып жатырмыз. Ағаш деген местный ағаштар осы барлығы тек жаңағы оборудование біздер жаңа Китайдан әкеліп жатырмыз. Енді ана Раскөл жаңа ортасындағы фиксаторлар олардың бәрін Көкшетау қаласынан алып жатырмыз. Қамбаның объемы ені 10 метр, ұзындығы 80 метр. 800 квадрат метр. Алақандай ауылдың бірлігі бекем. Алдыңғы толқыннан алған тәлімді бойға сіңірген орта буын атпал азаматтар жастарды да назардан тыс қалдырмайды. Желкілдеп өсіп келе жатқан жасөспірім балалардың тәрбиесіне де көңіл бөледі. Әртүрлі шараларға демеушілік жасайды. Ақсуат негізгі орта мектебінде білім алатын 40 оқушыға 19 мұғалім сабақ береді. Кадр тапшылығы жоқ, барлығы жеткілікті. Бүгінде енді сол 41 оқушымыздың мектебіміздің бір ерекшелігі өзіне тән 22 ер баламыз бар. Сол ер баламыз күреспен қамтылған. Сондай-ақ мектеп оқушылары толықтай 100% шахмат меңгерген. Сондай-ақ оқушыларымыз жан-жақты, дарынды, әртүрлі салмақ дәрежесінде облыс бойынша чемпиондарымыз бар. Атап өтетін болсам 32, 35, 42 кило салмақ дәрежесінде чемпиондар бар. Біздің мектебімізде қыз балаларға да жобалар қарастырылған. Аспаздық өнері бойынша, одан бөлек қол өнер, сондай-ақ 4-5 жастағы балаларымызға робототехника демеушілер тартылып, ауыл азаматтар тарапынан 4-5 жастағы балаларымыз робототехникамен айналысады. Мектеп шағын болғанмен, олардың бос уақытының тиімді өтуіне көңіл бөлінеді. Шағын мектептің оқушыларының 100% шахмат үйірмесімен толық қамтамасыз етілген. Яғни 40 оқушыда шахмат ойынын біледі. Логиканы дамытып, миды шынықтыратын ақсүйек ойынға балалардың да қызығушылығы зор. Шахмат тақтасына үңіліп, бір-бірін жеңісе алмай тайталасқан өрендердің аяқ алысы көз қуантарлық. Мен өзім шахматты 4-ші сыныптан бастап ойнаймын. Мен кішкентай кезімнен жалпы отбасымызбен бірге шахматқа қызығамын. Жалпы шахматтың берері мол. Мысалы, шахмат ойнай білетін адам ол бірден 9 қадамды ойлап отырады. Ол екінің бірінің қолынан келмейтін қасиет. Бұл шахмат адамның ойлау қабілетін арттырады. Біздің қазіргі таңдағы ағайымыз Фархат ағай, ол бізге өте көп нәрсе үйретті. Біз Шыңғырлау ауданына барамыз шахматтан. Және де бүкіл жарыстан жүлделі орындармен ораламыз. Біздің мектептің бір ерекшелігі, бүкіл оқушы бізде шахматты біледі. Мен өзімнің досым Аятпен ойнап жатырмын. Біз қазір ортасына келіп қалдық. Шахмат ол адамды тез ойлануға, өз-өзіне сенімді болуға дәріптейді. Менің болашақ мамандығым жалпы медицина. Шахматтың да медицинаға қатысы бар. Өйткені бұл адамның есте сақтау қабілетін толықтырады. Бізде ай сайын жалпы шахматтан жарыс өтіп тұрады. Пән мұғалімдерімізбен осылай ойнаймыз. Аудандық жарыстарға қатысып, қарым қабілетін байқаған өрендердің жетістіктері де жоқ емес. Бұл ойын біздің ой өрісімізді дамытады дейді өрендер. Мен осы шахматқа 5 жасымнан бастап қызығам. Шахматты жарыстарға барам. Жалпы мектеп түгел біледі шахматты. Шахматқа деген қызығушылық өте көп. Біз мектепте де емес, және де үйде де ғана өзімнің бауырларыммен ойнаймын. Шахматты ойнаған маған жақсы миды дамытады. Өзіме шахмат ойнаған өте қызық. Ең өзіңе есіңе қалған, ең ұзақ болған партия қай кезде? Менің ең ұзақ партиям Сырым ауданында болды. Шахматта ең бірінші маңыздысы ол адамның тактикасы. Және де ол өзінің ходы болады. Мысалы, бір адамның өзінің
басқаша ход болады. Бірінде басқаша. Ходтарды өзгертіп отыру керек қой. Фархат Мақсотовтың бұл үйірмеге жетекшілік еткеніне 1,5 жыл уақыт болыпты. Оның айтуынша, аз уақыттың ішінде бастауыш сыныптың оқушылары шахмат ойынын игеріп алыпты. Ақсуат негізгі мектебінде шахмат үйірмесі бұл көп жылдан бері бастап алған үйірме. Мен негізі өз мектептің түлегі болып саналамын, түлегі боламын. Бұл біздің кезімізден басталған нәрсе. Ардақ Мақсотұлы деген біздің ағайымыз болды. Сол кісінің кезінен бастап бұл үйірме жалғасын табуда әлде. Біздің мектепте барлық оқушылар қамтылған. Өздеріңіз көргендей, балалар жас ерекшеліктеріне қарамай да бір үйірме ойнай береді. Ол дегеніміз балалардың ойлау қабілетінің жақсы екендігі, жақсы дамып келе жатқандығын білдіреді. Біздің 5-6 сынып оқушылардың өзі 8-9 сынып оқушыларымен бір деңгейде ойнап бере алады. Біздің мектептің жүлделері Шыңғырлау аудандық мектеп лигасынан аудандық кезеңде бірінші орын алды оқушыларымыз. Мектеп жанынан ашылған күрес үйірмесіне 22 бала қатысады. Бұл спорт түрі оқушыларды физикалық жағынан шынықтырып қана қоймай, олардың күш-жігерін дамытып, төзімділікке баулиды. Техникалық шеберліктерін дамытып, қиындыққа төтеп беруге, физикалық және психологиялық дайындықтарын күшейтуге ықпал етеді. Атпал азамат баладан өседі. Күш атасын танымайтын сайыстарда жеңіске жетіп, облыстық, республикалық сайыстарда топ жарған жас спортшылардың жетістіктері де ауыз толтырып айтарлық. Мен күрестен бір жылдан бері қатысып жүрмін. Бірінші, екінші орын алдым. Маған күрес ұнайды. Спортты серік еткендер үйірменің әр сабағынан қалмайды. Күрес үйірмесінде арнайы жаттығу залы жоқ. Алайда спортқа шын ықыласы құлағандарға ешқандай кедергі жоқ. Мен осы күреске қатысқаныма жалпы 5 жылдай болды. Менің бірінші тренерім Найманов Темірлан Таужанұлы. Сол ағайынмен көптеген жетістіктерге жеттік. Достарым Өтеп Нұрбол, Мырзагерей Ернұр. Екеуі де облыс чемпиондары. Өтеп Нұрбол 38, 42, 46 салмақ килограмм дәрежелеріндегі чемпион. Мырзагерей Ернұр 38, 42 килограмм салмақтағы чемпион. Мен 32, 35 килодағы чемпион облыс бойынша. Қазіргі таңдағы тренеріміз Ерболатов Ұқсайын ағай болады. Болсақ мақсатымыз олимпиада чемпионы болу. Ол үшін жақсылап дайындалу керек, көптеген жаттығулар керек. Өрендер ауылдағы ескі клуб ғимаратында жаттығады. Ең бастысы олардың спортқа деген құлшыныстары ерекше. Шалғайдағы шағын ауылға келіп, оқушыларды күреске баулып жүрген жаттықтырушы Құсайын Ерболатұлы жас маман болса да жетістігі бар бапкер. Өз ісіне адал. Ол қазақ күресінен Қазақстан Республикасы чемпионатының жеңімпазы, Азия кубогының қола жүлдегері. Балалардың ынтасы өте жоғары. Сондай кішкентай ауылдан үлкен нәтижелі балалар шығып жатыр. Маған дейінгі де жаттықтырушы үздік нәтижелер көрсетті. Өзімнің ауылдың тумасы бір ауылдамыз. Биылдыққа Сырым ауданында өткен және Орал қаласында өткен қазақша күрестен Сырым ауданынан 3 чемпион, Орал қаласынан 2 чемпион шықты. Жаңадан келген өзім сияқты жас бапкерлерге үлкен нәтиже. Және балалардың ынтасы ашылып, әрі қарай ауылдың балалары күреске көптеп келуде. 20 бала 5 қыздай қатысады. Ақсуат ауылында салауатты өмір салтын ұстанып, спортпен шұғылданатындар қатары көбеюде. Ауылда мәдениет және спорт кешенінің құрылысы қолға алынды. Егер бұл нысан пайдалануға берілсе, ауыл балаларына қоса тұрғындар да емін-еркін спортпен шұғылдануға мүмкіндік алады. Бұл мекенде волейбол спорт түрімен айналысушылардың да қатары көп. Салынып жатқан құрылыс алаңы жаңа спорт және мәдениет алаңы болып табылады. Осы тамыз 2025 жылдың тамыз айының басында басталды. Жаңа фундамент дейміз. Фундаментқа осы ауыл азаматтары, тұрғындары 10 адам жұмылдырылды. Қазіргі таңда енді тас қалау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Әзірге 4 метр биіктікке жеттік. Жалпы 2 бөлімнен тұрады. Құрылыс алаңы жалпы 560 шаршы метр. Мәдениет үйі осы ауылымыздың жаңа мәдениетін көркейтеді. Қаражат 30 миллиондай қаражат кетті. Жаңа құрылыс материалдары Орал және Ақтөбе қаласынан тасылып жатыр. Ең маңызды мәселе мұнда логистика жағы жаңа. Бұл алаң енді мәдениет және спорт алаңдары 280 квадраттан әрқайсысы. Стандартқа сәйкес жаңа волейболға және баскетболға сәйкес келеді алаң. Ауылымыз енді спортқа жақсы. Балаларымыз жаңа күрес спортымен айналысады. Одан бөлек мына
волейболдан бір құрам дайындаймыз деген жаңа ойымыз, мақсатымыз бар. Осы спорт алаңынан осы еліміздің туын желбірететін бір азаматтар шықса екен деген ниетіміз бар. Қарағаш ауылдық округін мекен еткендер тұрақты. Биылғы жылы 6 тұрғын үй салынған, 6 кәсіпкерлік нысан бар. Туған ауылдардың түтіні түзу шығу үшін тұрғындардың әрқайсысы өз еңбектерімен нәпақасын табуда. Халық саны 497 адам қазіргі таңда. Әлде келетін отбасылар бар. Былтырдан биылғы 14 пәтерлі үй салынды округ бойынша. 6 пәтер осы 6 үй Ақсуат ауылына, 8 үй Қарағаш ауылына, тағы да 2 үй қосылады. Жалпы ауылымыз мал шаруашылық бағытында. Бұның ертеректе егістік болған, ол тоқтап қалды, басым бөлім мал шаруашылығында. Енді округымыз бойынша ірі қарай 8900 бастай шамасында, жылқымыз 3000-дай, 39 шаруа қожалығы бар. 3 елді мекенімізде де мектеп бар. Қайында да бастауыш мектебі, Қарағаш ауылында Қолағаш орта негізгі мектеп 9 жылдық. Ақсуат мектебінде де 9 жылдық мектебіміз бар. Енді әлеуметтік нысандар мәдениет үй ауылда да, медпунктта ауылда да. Мына Ақсуат ауылында былтыр жаңадан медпункт берілген болады. Қарағаш ауылында былтырдан бері реконструкция, орнағы жылы су жөндеу жүргізілді. Ақсуат ауылына су кіргізілді, таза су. Газ бар. Қысқа дайындық енді бізде 100% болды, қамтылды бәрі де. Шаруа қожалықтар. Енді аудан бойынша бізде шөп рулонына есептегенде 3000 теңге ең төменгі баға бізде. Аудан бойынша бәрі де қамтылып тұр. Және де биыл сол малға қайтарымсыз 2 отбасы грант алып, осы 2 отбасы да осы Ақсуат ауылынан алды. Бұлардың біреуі осы 5-6 жыл бұрын көшіп келген жас семья, біреуі биыл көшіп келген жас семья. Ақшат ауылдық округіне қарасты Еркін шаруа қожалығының 395 гектар жері бар. Қожалық дәнді дақылдардан өз өнімдерін жинап үлгерді. Қазір шаруашылық иелігінде 315 бас ірі қара, 200 бас ойсыл қара тұқымы, 200 бас асыл тұқымды ойсыл қара түлігі, 110 бас сүтті сиыр бар. Елге болса ерінге тиет деген. Бірлігін татулықпен бекемдеген ауылдастарының арасының молаюына шаруашылық жетекшілері де өз үлестерін қосуда. Ақшат ауылдық округінде 1350 тұрғын бар. 34 шаруа қожалығында 6500 ірі қара, 6000 шопан ата түлігі, 2000 қамбар ата түлігі есепке алынған. 27 кәсіпкер тіркелген. Ауылда 8 азық түлік дүкені, 2 наубайхана іске қосылған. Ақшат ауылдық округі бойынша қазіргі таңда 1350-ге жуық тұрғын тұрып жатыр. 34 шаруашылығы бар, және де 27 жеке кәсіпкерлігі бар. 8 азық түлік дүкенімен, және де мектебіміз бар. 11 жылдық қазіргі таңда 200-ге жуық оқушы оқып жатыр ішінде. Қысқа дайындығымыз қазіргі уақытта барлық мал азығы дайындалып болды. Әрбір аулада жеке қожалықтары бар, және де осы өзін көріп тұрғандай міне шаруа қожалығы Еркін қазір 2000-ға артық рулон шөп дайындап қойып жатыр, және де қысқа өздерін қысқы дақыл мал азықтар егуге жер жыртып жатқан жағдайлары бар. Ақшат ауылдық округі маңында бұрын көздің жауын алатын алма бағы болған. Бір кездері шайқалып өсіп, көл-көсір өнім берген алма бағы кейінгі кездері күтімсіз қалған. Қоршауы болмағандықтан мал жайылып, жеміс ағаштарының жас көшеттері тапалып қалған. Соған қарамастан түгел құрып кетпей жеміс беріп тұр. 18 гектар аумақта алып жатқан бұл бақтың көшеттері 1960 жылдары егілген. Қаншама күтімсіз қалды десек те, құнарлы топырақтан нәр алып тұрған алма, алмұрт, алша ағаштары әлі күнге дейін жеміс беріп тұр. Алтын күздің шуағына шағылысқан алғызыл алмалар көзге түсіп мен мұндалайды. Түгін тартса май шығатын жердің берері көп. Егер инвестор табылып, бұл баққа күтім жасалса, мол өнім алуға болады. Бір әттеген айы осы бақты күтімге алатын бір жанашыр жан табылмай тұр дейді ауыл тұрғындары. Шыңғырлау ауданында биылғы егіннің шығымы да көңіл көншітерлік. Жоспар 125,5%-ға орындалды. Егіннен орташа өнімділігі гектарына 21,7 центнерден 8573 гектар дәнді дақылдар жиналған. Соңғы жылдары бау-бақша егуде қолға алынды. Өзен көлдер жағасындағы 4-5 ауыл мен аудан орталығында көкөністер мен бақша өнімдері өсірілуде. Оларды суарудың да жолдары қарастырылып, техникалық су жеткізіліп берілген.
көктемде 17.700 гектардай әртүрлі дақылдар егілді. Атап айтсақ, 8.573 гектарының 7.700 гектарын дән дақылдары жиналды. Майлы дақылдар 5.783 гектарынан 4.613 гектар орылды. Өнімділігі 9.3 центнер гектарынан, ол 80% құрайды. Қазақстанда күнбағыс дақылын жинап жатыр. Дән дақылдардан дәнді қомай дақылын жинау бастады. Одан бөлек биыл 1935 гектар күздік дән дақылдар егілді. 1406 гектар, 60 гектар ол күздік бидай, қалғаны күздік қара бидай. Картоп, көкөніс, бақша дақылдары толықтай жиналды. Өнім мол биыл. Алынған өнім шаруа қожалықтар және жеке тұрғындар әр сенбі күні бізде аудан орталығында жәрмеңкелер өтеді. Сонда тиімді бағада, қолжетімді бағада ұсынылуда 15-20% төмен нарықтан. Еңбек адамдарының тынымсыз тірлігі мен туған жерге деген жанашырлығының арқасында Шыңғырлау ауданында ауыл шаруашылығы саласы өркендеп келеді. Еңбек адамдары маңдай терін төгіп, ел ырысын еселеді. Күз тынымсыз еңбектің жемісін беретін берекелі мезгіл. Бұл кезде жаз бойы бел жазбаған диқандар өнімдерін жинауға кіріседі. Амангелді агро шаруа қожалығы жеріне берген өнімді шашпай төкпей жинап алуға тырысуда. Биыл қожалық 17,700 гектар жерге түрлі ауыл шаруашылығы дақылдарын еккен. Дала төсінде жайқалған күнбағыс алқаптары алыстан менмұндалайды. Амангелді агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2470 гектар жерге қысқы бидай, 600 гектар жерге құмай еккен, 560 тонна күзгі бидай жинау көзделген. Ал күнбағысты гектарына 5-6 центнерден жинап алуға мақсат қойылған. Осы Амангелді агрода 2023-тен бері июнь айынан бері істеп жатырмын. Комбайн, трактор бәрінде жүріп жатыр. Биыл енді аземнийді күзгі дақылды жинап алдық. Күнбағыс өнімі шүкір әйтеуір беріп жатыр. Жылда былтырғыдай емес, енді кішкене кемдеу. Бар әйтеуір, жоқтан тәуір. 8 адамдай болар. Техника енді 3 комбайн, 3 КАМАЗ, 3 лобыл бар. Сосын 2 800-ымыз бар. Сөйретпелі техникалар бар ғой енді. Механический сеялка бар. Грэмплейс бар. Мамандар енді өте жақсы, шапшаң меңгеріп кетеді. Кеше отырғызғанбыз мына соңғы мен комбайныма. Сол айдап жүр қазір. Ащысай ауылынікі, 2 жас бала, 23-24-те. Ауданда биылғы жылы бір балалар ойын-сауық кешені, 3 сауда орны, 1 асхананың құрылысы жүріп, халықтың игілігіне пайдалануға берілуде. Ауыл аманаты бағдарламасымен соңғы 2 жылда 99 адам жеңілдетілген несие алды. Қаладан ауылға жобасы аясында 8 елді мекенге 55 адам, яғни 11 отбасы көшіп келген. Ащысай ауылында 10 пәтерлі 5 үй пайдалануға беріліп, 10 отбасы көшіп келді. Ащысай ауылдық округын 830 адам мекен етеді. Бұл ауылды құтты қоныс еткісі келгендерге барынша жағдай жасалуда. Шыңғырлау ауданының қарасты Ащысай округімізде 5 елді мекеніміз бар. 834 адам елді мекендерімізде мал шаруашылығына айналысады. Енді қазіргі бүгінгі таңда Ащысай округімізде былтырғы 10 отбасы көшіп келді. 10 үй квартира салынды. Қазіргі айтайын деген программа өте жақсы. Қаладан ауылға деген программа. Қазіргі мына көп отбасы, балдары көп адамдарға қайтарымсыз грант алып беріп жатыр, көмектесіп. Бұл өте жақсы программа. Неге? Сол ауылға сіңіп кетсін деп келіп жатырған жас отбасылар. Екінші, товарный кредит деген договоры бар. Тікелей шаруа қожалықтармен келісіп, аналық мал алып беріп, соның төлдерін жайлап, процентін төлеп тұрады да, содан кейін 4 жылдан кейін, 5 жылдан кейін келіскеннен кейін аналық малды өздеріне отбасыларына қалады, көп балалы аналарға. Енді бұяқта ауылымыз өте шағын, қазіргі таңда
мектебіміз күрделі жөндеуден өтті. ФАП деген үлкен больница салынды. Былтырғы 24 жылда жақсы ауылға көңіл қарасы жақсы болып жатыр қазіргі. Енді мектебіміздің балдары 81 адам еді. Қазіргі бүгінгі бір жылдың арасында 100 адам балдары келді. Мен енді ойлаймын, қазіргі мектебіміз 10 жылға дейін обеспечен деп тұрмын балдарды. Әлде де келеді деп жоспарлап отырық. Енді айтайын дегенім, мектептің ішінде 25 адамға бала бақша бар еді, 25 бала. Қазірге 40 бала болды. Енді алдағы жоспарымыз үлкен бір детский сад саламыз ба жоспарлап отырып. Сол ойлаймын, ауылға программа жақсы деп тұрмын, қаладан ауылға деген программа. Сол келуін күтеміз деп ойлаймын. Әлде де ауылымыз көркейсін, жаңа гүлденсе ауылымыз, гүлденеді еліміз дейді. Құрылыс көшесі осы кілен отбасы қаладан ауылға деген программамен алып келдік. Осы көше былтыр 10 квартира салынды, 10 квартира. Ол 5 үй, 2 квартирный. Соның ішінде 4 баламен, 3 баламен мұғалімдер, мамандар келді, 2 доғдыр келді, 2 мұғалім келді, сосын основной көп балалы аналар. Енді қазіргі айтылды ғой, жаңағы бір қайтарымсыз грант бар, сол өте жақсы болып тұр. 2-3 сиырдан аналық малдан алып жатыр, сауындық. Енді солардың артынан жайлап подсопровождением жүрміз, себебі кішкене ауылға сіңіп кетсін деп. Амангелді елді мекеніміз бар, онда 200 адамымыз бар, мектеп 9-ға дейін сынып. Онда былтыр 4 квартира салынды, биыл тағы да 4 квартира салынып жатыр. Бұнда да балдары қазір 15 баладан көтерілді, өте жақсы жоба. Енді қазіргі былтырғы уақытта кішкене бізге қиындау болып еді, қаладан өздеріміз деп үлкен отбасы балдарымен. Енді қазіргі отбасы банкі каждый Қазақстанның азаматы тіркеліп, өзі ауылға келе алады. Биыл енді тағы да 12 квартира салынып жатыр. Сол тағы да жоспарымызда бар, көбі отбасы банкқа тіркелген. Сол бірақ 2-3 мұғалімдерімізді сол тіркеліп, соған келіп жатыр осында. Осы ауылдың ішінде енді бір көшені салдық, құрылыс көшесі. Ащысай ауылында жаңадан бой көтерген тұрғын үйлер көз қуантады. Жаңа көшеде қаз-қатар тізіліп, ауылға сән беріп тұр. Мердігер компанияда осы ауданның тұрғыны. Олар ауылдастары қоныстанатын баспана болғандықтан жауапкершілікпен қарап, үйлердің сапалы салынуына көңіл бөлуде. Жазғы 3 айда 6 пәтерлі 3 үй бой көтерген. Бұл жұмыстарға 17 миллион теңге қаражат бөлінген. Мердігер компания тұрғын жайдың пеші, сантехникалық жабдықтардың дұрыс орналасуына мән беруде. Тұрғындар үшін баспананың қолайлы болуына күш салып жатырмыз дейді. Начали застройку мы. Жұмысты 17 маусымда бастадық. 2 үйдің құрылысы аяқталды. 3-ші үйді салып жатырмыз. Баспананы қалыңдағы 30 сантиметрлік газблоктан тұрғызып жатырмыз. Құрылыс материалдары Оралдан әкелінді. Үй шатыры профильс материалымен жабылды. Жылыту жүйесі автоматтандырылған. Бірнеше ауыл тұрғындарын жұмыспен қамтыдық. Салған үйіміз қоныстанушыларға ұнайды деп ойлаймын. Қырманда да қызу еңбек қайнап жатыр. Аграрлық салада алтын дәннің сапасын бұзбай сақтау, тиімді өңдеу басты міндет. Жарас шаруа қожалығының астық қабылдау кәсіпорны осы міндетті жауапкершілікпен атқарып келе жатыр. Егін орылған соң мұқият өлшеніп өңделеді. Өңдеу кезеңінен кейін арнайы зертханада тексеріліп, оның сапасы мен тазалығы мұқият бақылауға алынады. Жарас шаруа қожалығының зертхана қызметкері Аида Тәжкенова өз жұмысына аса жауапкершілікпен қарайды. Оның кәсіби жұмысы ауданның астық өнімінің нарықта жоғары сапамен ұсынылуына жол ашады. Шыңғырлау астық қабылдау орнында жұмыс жасаймын. Лаборантпын. Егін шабылғаннан бастап, осы весовойға бастап түседі, содан кейін келіп қамбаға түседі. Қамбадан ол өңделеді. Өңделгеннен мен қараймын оны. Лабораторияда қараймын. Сосын ол қамбаға түседі. Қамбаға түскеннен кейін қандай құнарлығы бар екен, жарамдылығын, складтың тазалығын тексереміз. Осыны қадағалаймыз. Талуын айына 3 рет келіп қараймыз. Негізгі бидай су тимесе жақсы сақталады ол. Су тиген жері болса, біздер деген бақылап қараймыз, оны деген тез арада қарап оны жоямыз. Сыйымдылығы 3 мыңдық осы складтың. Осында 1-2 мың тоннадай бар. Майлы дақылдар 23-ші складта сақталады, сосын 17-ші.
Біздерде деген күнбағыс бар, сафлора бар, тары бар бізде. Сосын қарабидай бар, бидай бар. Әрқайсының күтімі әртүрлі. Шемекіде 7-8 болса, влажності. Бидайда 12-13-ке дейін барады. Сафлорда 7-8 майлы дақыл болғасын. Ауыл шаруашылығы саласының мамандары ел әлеуетінің артуына зор үлес қосуда. Дархан дала төсінде еңбектің көрігін қыздырып, алтын дәнді жинауға үлес қосқан механизаторлардың еңбегі өлшеусіз. Мемлекетімізде олардың еңбегін насихаттауға баса көңіл бөлінуде. Жуырда ауыл шаруашылығы еңбеккерлерінің күні аталып өтілді. Адал еңбек маңдай терін сарп етіп, ел ырысын еселеуге үлес қосқандарды насихаттау елдік іс. Аудан әкімі Мұрат Өмірәлиев сала мамандарын құттықтады. Жуырда Шыңғырлау ауданындағы ауыл шаруашылығы тамақ және өңдеу өнеркәсібі қызметкерлері күні мерекесінде Шыңғырлау колледжінің электр жабдықтары дәнекерлеу ісі, ауыл шаруашылығын механикаландыру мамандықтары бойынша көрме ұйымдастырылып, еңбек майталмандары аллеясының таныстырылымы өтті. Елімізде 2025 жыл жұмысшы мамандықтар жылы деп жарияланғаны белгілі. Бұл бастама жұмысшы мамандықтарының маңыздылығын арттыруға, жастарды осы салаға тартуға және еңбек нарығында сұранысқа ие мамандықтар бойынша білікті кадрларды даярлауға бағытталған. Шыңғырлау колледжінде 130 студент білім алады. 50 жылдық тарих бар бұл колледждің республикалық деңгейдегі жетістіктері ауыз толтырып айтарлық. Шыңғырлау колледжі 6 мамандық, 9 біліктілік бойынша жұмысшы мамандығын дайындаймыз. Қазіргі таңда инженер-педагогтар 32 инженер-педагог бар. Жұмыс атқарып отырған жаңағы мамандыққа сай бәрі орны толық. Ауыл шаруашылық бағыты бойынша, жаңа құрылыс бағыты бойынша жақсы еңбек етіп келе жатырмыз. Біздің ауыл шаруашылық бағыты бойынша біздің жаңағы әлеуметтік серіктестігіміз негізгі шаруа қожалықтар, соның ішіндегі жарас шаруа қожалығы, ол дейтін бізден ХП деп аталады, Тасмағамбетов Мерболат Алғалиұлы. Сол үстімен көп еңбек етеміз біздер. Ауыл шаруашылық маманына тракторист, машинист дайындаймыз. Жаңағы біздің дәнекерлеу ісі бойынша да мамандарды алады. Жазғы шөп шабу науқанына, көктемгі егіс науқанына, жазғы егіс науқанына сол біздің студенттерімізді алып, сонда жұмыс істеп жатыр. Ол кісінің бір ерекшелігі, біздің студенттерімізге былтыр жыл бойы студент оқып жүрсе де ақша төлеп тұр. 5 студентке ақша төлеп тұр. Жазда олар жаңа практикасын сонда өтті, содан кейін жазғы каникул кезінде сонда жұмыс атқарды. Құрылыс мамандықтары бойынша осында біздер практикаға жаңағы мектеп салып жатыр, жаңа больница бар, бізде қандай үйлер салып жатыр. Сонда барып біздер жаңа өзіміздің мамандығымыз бойынша көмекке практикаға барып көмектесіп жүріп. Оқушыларымыз әрқашанда әр жылы 16 жылдан бері World Skills несі бойынша чемпионаты бойынша облыстан жүлделі орындар алып, біздер республика қатынасып келе жатырмыз. Әр жылы біздер жетістік алып келіп жатырмыз. Жетістігіміз бар республика бойынша. Сондықтан жаңағы осы сала бойынша мұғаліміміз жаңағы былтыр мұғалімдердің арасында республикалық чемпионатта 2-ші орын алып келді. Құрылыс саласы бойынша кирпичный кладка дейді, біз жаңа кірпіш қалау мамандығы бойынша. Батыс Қазақстан облысы бойынша 35 колледждің арасында 10 жаңағы колледждің арасына кіріп, біздер жас маман бойынша 260 миллион ақша алдық. Біздердің ол 2 бағытқа бөлдік. Біріншісі жаңағы дәнекерлеу ісі айтып кеткеніміз бойынша, екіншісі ауыл шаруашылық мамандығы. Неге десең, ауыл шаруашылық мамандығы керек мамандық. Сондықтан біз осы бағытты таңдап алдық. Бұл кәсіптік оқу орны облыстағы колледждер ішінде алдыңғы 10-қа кіретін білім ошағы. Мұнда электр дәнекерлеуші, электрик, құрылысшы, сылақшы, электронды бағдарламашылар сынды маман иелері оқытылады. Шыңғырлау колледжінің дәнекерлеу ісі мамандығы бойынша арнайы пән оқытушысымын. Алдарыңызда көріп тұрған бұл деген виртуалды дәнекерлеу мамандығына арналған тренажер. Негізгі мақсаты теориялық және оқу өндірістік сабақтарда балдарды бастапқы практикалық жұмысқа жіберместен бұрын баланың қауіпсіздігіне байланысты виртуалды жұмыс жасау арқылы өздерінің қол шеберлігін шыңдау мақсатына арналған. Алғаш 2021 жылы колледжімізге жас маман бағдарламасы бойынша сатып алынды. Балалардың оқу өндірістік сабағында үлкен қызмет атқарады. Мына жерде бізде деген дәнекерлеу посты тұр, яғни дәнекерлеу посты, сосын деген сварканың 3 түріне арналған мына жерде держактар бар қолға. Яғни электр сварканыкі, полуавтомат и аргон сварканыкі.
Мына жерде бұл яғни виртуалды очки, осыны кию арқылы студент мұндағы берген программа арқылы мұна дәнекерлеу аймағында осы жерде жұмыс жасайтын болады, яғни держактың қолымен. Мұнда очкиді кигенде білім алушы мұнда тұрған тапсырмалардың барлығын осы очкидің көмегімен виртуалды түрде, яғни деген осы дәнекерлеу аймағында жасайтын болады. Қазір көрсетіп өтемін. Мұнда бізде программасы қосылып тұр. Көріп тұрғандарыңызда міне сварканың 3 түрі тұр. Студент алғашқы енді бізде сварка, электр сваркадан бастады, қарапайым түрі элементарный. Осының ішінде міне дугалардың түрлері тұр. Ең қарапайым дугадан бастап күрделі, яғни дуганы жағуға дейін студент соның барлығын үйреніп шығатын болады. Мұнда деген металдардың қалыңдығын түрлері, тек қана мұнда металдың бір ғана түрі емес, әртүрлі түрлері бар, яғни өлшем бірліктері бар. Соған байланысты өзінің режимін таңдап білім алушы өзі қойып алады. Сосын ары қарай жұмысын жалғастырады. Шыңғырлау халық үшін үлкен қуаныштың бірі Шыңғырлау аудандық ауруханасының күрделі жөндеуден өтуі. Қарашығанақ Petroleum Operating компаниясының әлеуметтік міндеттемелері аясындағы тапсырысымен Батыс Котло монтаж жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құрылысшыларының сапалы жұмысының арқасында аудандық аурухана өз мерзімінде пайдалануға берілді. Аурухана ішкі сыртқы жаңғыртудан өтіп, толықтай санитарлық талапқа сай жабдықталған. Шыңғырлау аудандық ауруханасының ғимараты стационар. Негізгі бұл ғимараттың салынған жылы 1978 жылы салынған. Содан кейін 2007 жылы бір жөндеу болған. Сол 2007 жылдан кейін биыл осындай күрделі жөндеу жүріп жатыр. Қазіргі таңда бұл ғимарат стационарлық ғимарат, айтып кеткендей 45 орындық, 45 кереуеттік және перзентхана ғимараты. Мердігеріміз Батыс Котло монтаж деген КПО BB компаниясының қаржыландыруы, жалпы сомасы миллиард 300 миллион. Шыңғырлау ауданына қарасты Лұқпан Қылышев атындағы жалпы орта білім беретін мектебі мен мектеп жанындағы интернаттың күрделі жөндеу жұмыстары жаз бойы қарқынды жүргізілді. Бірінші және үшінші қабаттарға бетон төсеу, электр желілерін монтаждау, шатырды жөндеу, радиаторларға арналған қорғаныс экрандарын орнату, сантехникалық жүйелерді жаңарту жұмыстары басты назарға алынды. 31 наурызда бастадық. Мектептің 2-3 қабаттарындағы жұмыстар аяқталды. Инженерлік жүйе дайын. Канализациялық қақпақтарды орнатамыз. Сосын өрнектастарды төсеуді бастаймыз. Күрделі жөндеу болған соң міндетті түрде бәріне келісім керек. Қазір мұнда 90 адам жұмыс жасап жатыр. Ауданда мәдени ошақтардың жаңартылуына көңіл бөлінуде. Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің бастамасымен, Қазақстан халқына қорының қаржылық қолдауымен және Тана қоғамдық қорының қолдауымен кітапханаларды модернизациялау жобасы аясында коворкинг орталығы толықтай жабдықталды. Нысан қажетті жиһаз, техникалық құрал жабдықтармен толық қамтамасыз етіліп, оқырмандарға бар жағдай жасалған. Бүгінде кітапхана жастардың білімін тереңдетіп, шығармашылық бастамаларын қолдайтын түрлі танымдық іс-шаралар өтетін заманауи мәдени кеңістікке айналды. Бүгінде кітапханамыз білім іздеген жастардың шығармашылығын дамытуға арналған жаңа форматтағы руханият ордасына айналып отыр. 2025 жылдың 19 мамырында кітапханамыз ашылды. Бүгінде Тана қоғамдық қорынан 809 кітап түсіп, оның 212-сі балалар әдебиеті. Бұл бізде демалыс аймағы, бұнда 4 компьютер, 2 көпфункционалды принтер, және де 5 домбырамыз бар, 5 шахмат шашка ойыны бар, және балаларға бұнда өте ыңғайлы
суреттер салып, өз уақыттарын тиімді өткізе алады. Шыңғырлау ауданының экономикасы қарышты дамуға бет бұрған. Аймақта инвестиция тарту жұмыстарының қарқынды көрсеткіштерге ие болуы соның айғағы. Құрылыстың қарқынды жүруі, ауылдық округтерде сапалы тұрғын үйлердің бой көтеруі, әлеуметтік нысандардың күрделі жөндеуден өтіп, пайдалануға берілуі, аграрлық саладағы оң көрсеткіштер, кәсіпкерлік саласының алға ілгерілеуі, шыңғырлаулықтардың тұрмысының жақсарып, әлеуетінің артуына ықпал етуде. Шырайлы өлкенің серпінді жобалары көз қуантып, жарқын келешекке сендіреді.